Жалпы енді креативті индустрияның біздің ел үшін өте маңызды екенін бәріміз білеміз. Дей тұрғанмен дәл осы салаға соңғы жылдар ғана назар аударылып жатыр. Әсіресе мемлекет басшысы тиісті тапсырма бергеннен кейін оны бәріміз көріп отырмыз. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымы бүгінге дейін осы креативті индустриядағы 14 бағытты нақтылап берді. Ол жерде дизайн бар, сән бар, өнер бар, кино, музыка, медиа, компьютерлік графика деген сияқты бірнеше сала бар. Жалпы бұл саланың өзектілігі сонда, аталған салаға сәйкес біздің бюджеттің қамбасын толтырып қыруар қаражат табуға болар еді. Қазіргідей тек шикізат мемлекеттің деңгейінде қалмай. Мәселен, дәл осы креативті индустрияның капитализациясы қазіргі әлемде 2,3 триллион доллар. Өкінішке орай дәл осы үлкен капиталдан біз Қазақстан өзінің үлесін нақты ала алмай отырған жайы бар. Осыған сәйкес мемлекет басшысы білесіздер, Қазақстанда креативті индустрия секторы әлі дамымаған, жалпы ішкі өнімге қосатын үлесі 1%-ға да жетпейді, оның жұмыспен қамту құрылымында үлесі де өте төмен деген еді. Өте орындысын, өйткені кей елдерде креативті индустрияның ішкі жалпы өнімдегі үлесі 3%, дамыған елдерде 12%-ға дейін жетеді. Енді дәл осы жаңа айтқанымдай креативті индустрияны дамыту мәселесі мемлекеттік органға жүктелді. Қазір Мәдениет ақпарат министрлігі бұнымен айналысып жатыр. Дей тұрғанмен, Асхат Қанатұлы өзіңіз айтқандай, мемлекет араласқан жерде нақты нәтиже болмай қалама деген үлкен қорқыныш бар. Неге? Өйткені 2015 жылғы зерттеуге сәйкес Қазақстан креативті индустрия бойынша әлемде 84-ші орында болса, биылғы жылғы соңғы дерекке сәйкес онда министрлік ұсынды, сол 84-ші орында біз қалып отырмыз. Қадымдап алға басқанымыз жоқ. Ал жаһандық инновация индексінде Қазақстан 2021 жылы 79-ші орында болса, 23-ші жылы 132 елдің арасында 83-ші орынға тұрақтады, яки біз құлдырап бара жатырмыз деген сөз. Және бұл саланы сақтап отырған, осы залға келген және онлайн қосылып отырған жалпы еліміздегі тек қана жекелеген дарынды азаматтар екенін біз айтуымыз қажет. Жаңа өздеріңіз айтып өткендей, тиісті заң жобасы дайындалды. Бұған дейін министрлік тарапынан бірқатар ұсыныстар берілген еді. Креативті хаб құру басқа да мәселелер бойынша, бірақ мінекей біздің комитеттің де мүшелері отыр. Аталған заң жобасына енгізілетін нормалар біздің комитеттегі депутаттардың сынынан өте алмады, төтеп бере алмайды, нақты сауалдарға жауап берілмеді. Енді қазір парламент депутаттарының бастамасымен тиісті заң жобасы жұмыс тобына қабылданды. Сондықтан осының аясында біз нақтылы жұмыс істейміз ғой деген ойдамын. Оның ішіндегі басты мәселе мынау: біз қарсы болған бұл креативті индустрияларды дамыту қорын құрайық деген жоба еді. Нақты бұл жобаға қаражат қайдан алынады, қалай жұмсалады, негізгі бағыттары не болады, бөліну міндеттемелері қандай, қордың ережелерін әзірлеу, қатысушыларды ынталандыру құралдары, капиталды үнемі ұлғайту механизмі деген сұрақтарға бұған дейінгі Аманат партиясы жанындағы кеңесте де нақтылы жауап ала алмадық біз уәкілетті органдардан. Дәл осы қорға спортқа бөлінетін қаражаттан, сәтті жұлдыз беретін қаражаттан қаржылайық деген ұсыныс болды. Оған тосқауыл қойылды. Кейін құрылуы мүмкін креативті хаб қорына, Қазақстан халқына қорына бөлініп жатқан қаржыдан ақшалайық деген ұсыныс болды, бірақ бұған да біз бірден қарсы шықты. Себебі Қазақстан халық қорының қаражатында мүгедек азаматтардың, ауру балалардың, әлеуметтік әлжуаз топтардың үлесі бар, оған біз кіруге болмайды деп. Қазір енді министрлік сәтті жұлдыздың табысы мен жеңімпаздарға берілетін төлемінің айырмашылығы шегінен 3% қаражат аламыз деген ұсынысты қабылдап отыр екен. Бұл туралы да біз әлі талқылайтын боламыз. Жалпы енді креативті индустрияға қатысты мүлдем еш нәрсе жоқ, жер сипап отырмыз деп айта алмаймыз, бірақ бүгінге дейін қабылданған шешімдердің ішінде де пысықтауды талап ететін дүние көп. Мәселен, үкіметтің креативті индустрияны дамытудың 21-25 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды. Соның негізінде Астана, Алматы, Шымкент қалалары үлкен орталыққа айналу керек деді, және қалаларда да тиісті креативті хабтар құрылу керек деді. Кейбірі құрылып жатыр. Тиісті мәліметке қарасақ, 6 қалада креативті хаб бар деген мәлімет алдық министрліктен. Мынау Солтүстік Қазақстан облысы мен Батыс Қазақстан облысында креативті хаб құру үшін самұрық қазынадан 486 миллион 789 мың теңге бөлінген туралы деректі алдық. Бірақ олардың жұмысы қаншалықты жүйелі жүріп жатыр деген сұрақ тағы бар. Және бұл жерде басты мәселе, бұл шешілмей жатқан сұрақ, біз қалаларда құрамыз, дұрыс қой, бірақ ауыл балаларының, аудан балаларының, талапты жастардың мүддесін кім қорғайды? Баяғыша олар осы жобадан тағы да тыс қалып отыр. Өйткені креативті салада жұмыс істемеген адамға тиісті қаражат керек, тиісті дүние керек. Өкінішке орай, оның барлығы мынау тұжырымдаманың ішінде тағы да тыс қалып отыр. Бұл басты мәселенің бірі. Енді қазір Қазақстанда креативті индустрияны дамытудың
43 бағыт айқындалған, оның барлығы тыңнан түрен салды деп айта алмаймыз, көбісі бұрыннан келе жатқан дүниелер. Сол азаматтардың есебінен жасалып жатыр. Мәселен, қолөнер бар, ер тоқым жасау өндірісі бар, пышақ жасау өндірісі деген салалар бар. Дәл осы салаға нақтылы біз көңіл бөлуіміз керек, өйткені қолөнер саласын, ұлттық өнер саласын біз өлтіріп алғанымызды білеміз. Бір ғана мысал айтайын, Алматыда таудың бөктерінде Шеберлер ауылы деген үлкен ауыл болды. Зергерлер, шеберлер сол жерге жиналатын еді, бірақ ешқандай мемлекеттік қолдау болмаған салдарынан тарам-тарам болып керап қалды сол ауыл. Біз содан бар нәрседен айырылып қалдық. Енді оны мынау қап құрып жасай аламыз ба, жоқ па? Бұл да үлкен сұрақ. Мемлекет басшысы білесіздер, креативті индустрияның жұмыспен қамту құрылымындағы үлесі өте төмен деп айтты. Бұл да өте маңызды мәселе, өйткені креативті индустрия арқылы жұмыс беріп, үлкен табысқа жетуге болатынын біліп отырмыз. Бірақ Аманат партиясы жанында кеңесте де бірқатар талқылау жүргіздік дедік. Осы кеңеспен кейінгі кеңестерде өткен мәселе, бүгінгі мінекей талқылау барысында алған деректерімізде қарама-қайшылық өте көп. Құдды бір құзырлы орындар өз деректеріне өз сенбейтіндей бізге күмән қалдырады. Мәселен, Аманат партиясында көктемде өткен кеңесте еңбек министрлігі Қазақстанда креативті экономикада жұмыс істейтіндердің саны 95 мың адам деген мәлімет берді. Бүгінгі отырысқа арналған деректе 144 мың 16 мың адам деген дерек келді. Демек, 7-8 айдың ішінде Қазақстанда 50 мыңнан астам креатор шықты деген сөз. Бұған кім сенетінін білмейміз. Мәдениет және ақпарат министрлігі кеңесте Қазақстанда креативті индустрия субъектілерінің саны 49.922 деген мәлімет берді. Кеңестің кейінгі отырысында көктемде 285 мың адам креатив салада жұмыс істейді деді. Бүгінгі отырысқа арналған мәліметте 45.597 деген мәлімет беріп отыр. Айналдырған 10 айдың ішінде 3 түрлі мәлімет бізге келіп отыр. Бұл да үлкен мәселе. Және сол кеңестердің бірінде біз креативті индустрияға жататын шығармашылық өнімдердің бірыңғай реестрін жасау керек, азаматтарды жаңағы айқындап жазуымыз керек, бір нақты жүйе болу керек деген едік, ортақ деректер базасы болу керек дедік. Қанша инвестиция тартылды, біздің азаматтар жасаған жаңалық қай компанияларды жүзеге асып жатыр, өкінішке орай ол реестрді, ол базаны біз әлі көре алмай отырмыз. Тағы бір маңызды мәселе, бұны да мемлекет басшысы атап өтті. Біз елімізде креативті экономиканың ауқымды дамуы үшін барлық жағдай жасауымыз керек. Оның ішінде зияткерлік, меншікті құқықтық құралдармен қорғау қажет деді. Бірақ осы зияткерлік меншік құқығын қорғау барысында да бізде үлкен проблемалар бар. Неге? Өйткені біз креаторларды тізімге қосып алғанға мәзбіз, бірақ олардың авторлық құқығын қорғауға келгенде ешкім бас ауыртқысы келмейді. Қашанғыдай әр креатор адвокат жалдап, басқа жалдап, жаңағы сан соғып, сабылып жүруге мәжбүр. Бұл жердегі үлкен мәселе, әсіресе біздің елімізде 15-16 авторлық қоғам бар, олардың жұмысына қатысты көптеген сын бар, және авторлық қоғамға шығармашылық адамдардың шығармашылығын тұтынған үшін түсетін ақшаның 70%-ын қоғам өзі алып қалады, 30%-ын авторға береді. Мен сіздерге айта кетейін, бұлардың арасындағы үлкен проблеманы 2010 жылы біз журналистік тиісті зерттеу жүргіздік. Бұл кезде Серік Абекенұлы біздің басшымыз болды Алматы телеарнасында. Сол кезде бір авторлық қоғамға барып 20 мың теңге төлеп, мен кассаға төлеңіз, автор құқық береміз деді. Жұмекен Нәжімеденов пен Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңін не автор атанған азаматтың бірімін. Ешкім тексеріп жатқан жоқ. Мұқағали мен Жұмекен тексермегенде басқа авторлар тексереді деу қате шығар қоғамдардың. Және авторлық қоғамдар авторлардың құқығын қорғамайтын тағы бір дәлелі осы жерде куәгерлері отыр. Мәселен, Шәмші Қалдаяқовтай ұлы тұлғамыздың шығармаларын орындаған үшін ұрпағына бір маусымда яки 3 айда 18 мың ғана теңге төлеген автор қоғам. Шәмшінің әнінсіз өткен кеш бар ма бұл қазақта? Өкінішке орай біздегі авторлардың құқығын қорғалмайтын останақ көре берсеңіздер болады. Тиісінше сол отырыстарда азаматтар Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңының авторлық құқық объектілері болып табылатын туындылар атты 7-ші бабына тиісті өзгерістер енгізілсін деген ұсыныстар айтып еді, бірақ уәкілетті органның тарапынан да нақты мынандай ұсыныстар енгіземіз дегенде бізге жаңалықтар келіп түскен жоқ. Бұл тағы бір маңызды мәселе. Енді сол жиындарда айтылған тағы бір өзекті дүниеге тоқталайын. Әлемдік брендтер авторлық құқықты қорғауға және шығармашылық тұлғаларды қолдау үлкен назар аударады екен. Мәселен, Samsung компаниясы әр сатқан өнімінің 2-3%-ына авторлардың құқығын қорғайтын баға енгізеді. Яки сол бір қосымшаға, сол бір телефонға, басқаға жүктелетін болса, қайсы бір автордың шығармасы соған әлгі 2-3% жалпы бөлініп беріледі. Бірақ ол қаржы бөлінгенмен біздің елдегі авторларға берілмейді. Себебі Samsung компаниясы
компаниясының мәліметі бойынша олар тиісті ақшаның біздің авторларға жететініне сенімсіздік білдіреді екен. Бұл да мемлекеттік органдарға айтылған үлкен бір сын деп қараса болады. Тағы бір маңызды мәселе қазір шырылдап жүргені азаматтардың авторлық құқық бойынша бұл қарапайым мейрамхана, тойханаларда орындалатын әндер әркім бір орындайды, бірақ оның құқығын қорғап жатқан, автордың құқығын қорғап жатқан ешкім жоқ. Біздің елімізде қаншама әнші бар екенін өздеріңіз білесіздер, бірақ соның 195-і ғана ресми тіркелген. Ал енді мінекей көзі көріп отыр, Елена ханым өзіңіз отырсыз, бұл азаматтар тиісті электронды құрылғы ойлап тапқан, оны ресторанға басқа жерге орнатасыз, ол қай әннің қай кезде орындалған, авторлар кім екенін жазып отырады ішінен, және бір айда бір аптада аласыз да тізімді бересіз, соған сәйкес мейманхана болсын, орындаған азамат болсын, қаражатын төлеу керек. Бұны бизнес жақсы қабылдаған, бірақ авторлық қоғамдар бұл жобаны мүлдем жолататын емес. Яки олар ашықтықтан қашып отыр деген сөз. Дәл осындай проблемалар киноға қатысты өте көп. Біздің азаматтарымыз түсіріп жатыр, киноны көрсетіп жатыр, бірақ көрсеткен киносын құқығын қорғай алмайды. Себебі барған кейбір әдепсіз адамдар киноны түсіріп алады да телеграм каналдарға таратып жібереді. Сәйкесінше ана фильмнің ақысы ақталмайды, кассасы жайына қалады. Ал ана аноним каналдар тауып, оларды жауапқа тартып жатқанда бірде-бір мемлекеттік органды біз көрмейміз. Бұндай проблемалар анимация, кітап, телевизия саласында да бар. Бізде қазір телевизия саласында креатив тұрғысынан қандай жұмыстар жасалатынын бүгін еститін шығармыз деген ойдамыз, өйткені бүгінге дейін жасалып жатқан жобалардың көбі бұл франшизалар сатып алған. Жекелеген жобалар деп айта алмаймыз. Бұл енді маман ретінде де бір қатарын білеміз. Білім саласында да бұл мәселе қалай қамтылады? Біз жас креатившілерді мектеп қабырғасында қалай анықтаймыз деген сұрақ бар. Жоғары оқу орындарында да тиісті мамандықтар мен гранттар бөлінген, бірақ олар уәкілетті органмен бірге пысықталып жасалған ба деген сұрақ бар. Өйткені білеміз ғой, бізде әр министрлік өз алдына жеке мемлекет сияқты жұмыс істейді, көп жағдайда біріккен жобалар жүзеге аспай жатады. Бағана айтылған сандардың өзі осыған куә шығар деп ойлаймын. Сондықтан осы сұрақтарға қатысты мамандар, уәкілетті орган өкілдері қазір сауалдар болса жауап береді ғой деген ойдамын. Әрине мәселе көп, бірақ регламентке сәйкес қысқа айтылғаны осы. Рахмет.